Біз қандай діндеміз дейді. Негізі нормально сұрақ қойып отыр мына кісі. Сіздер мынау әлдиден эпосқа дейін деген кітап шыққан кезде соның ішінде бәрі жазылған. Рухани идентификация деген болады, рулық идентификация деген болады. Кәдімгі мынандай әлеуметтік идентификация деген болады. Сіз бір жерге барған кезде сұрай ма сізден, кімсің, қайдансың деп, қай жақтың азаматысың, Қазақстанның азаматы, оның қай жерін тұрасың, Алматы, Алматының қай жерін тұрасың, Жамбыл ауданы, оның қай жері, поселок Ұзынағаш, оның қай жерін, Қайназар, оның қай жерін деп, Көше, Пәленбай, нөмірің қандай, Түгенбай деп. Сол сияқты сіздер руденді идентификация жасайсыздар. Ей, қай жүздің баласысың? Орта жүздің баласымын, оның ішінде қайсы, оның ішінде арғын, оның ішінде қайсы, оның ішінде қаракесек, қаракесектің ішінде қайсы, қаракесектің ішінде пәлен деген ру деп тарқатасыздар, жеті ата бабаңызға дейді. Сол сияқты дінде де идентификация, сондай адрес жүреді. Кімнің құлысың? Құдайдың құлымын, Алланың құлымын. Кімнің үмбетісің? Хазірет Мұхаммад алейхиссалату уассаламның үмбетімін деп үйретпей ме сіздер? Сіздер көрмедіңіздер ме сондай нәрсені? Кімнің зұриятынансың? Адам атаның зұриятынанмын. Кімнің миллетіненсің? Ибрахим Халилуллахның миллетіненмін. Кімнің мазхабындасың? Имам Ағзам Абу Ханифаның мазхабындамын. Сосын барып сұрайды. Кімнің силсиласындасың? Яғни осы ислам өркениетіне қай тізбекпен келіп кірдің? Атаманың рухани көсемің кім сенің деп сұрайды. Сол кезде Әзірет Сұлтан Қожа Ахмет Яссауи рахматулла алейдің силсиласынанмын. Соның шынжырымен, соның адресімен келіп жалғанып тұрмын мен деп өзіңнің адресіңді білуің керек. Сіздер бұны оқымайсыздар, үйренбейсіздер, жаттамайсыздар, қызықпайсыздар, сөйтесіздер дағы адрес жоғалтасыздар. Паспортын жоғалтып алған сияқты сосын тұрасың. Біздің дініміз қайсы, біз қай жағындамыз деп. Не істейін енді, айтыңдаршы, не істейін енді.